Сәлем құрметті тыңдарман, бүгін сіздерге тілемсек пен сапалақ атты аңыз әңгімені баяндап беретін боламын. Каналға тіркеліп, өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Тілемсек пен сапалақ. Ауылдың бір шетіндегі жұпыны лашықта қайыршы қария, ен жарлау, бойғы тірлік кешетін. Жасы ұлғайған жарым көңіл кісі наннан қалтық, қиқымдарын жинап теріп, күнін көретін. Көлеңкесіндей көлбеңдеп, қасынан бір елі қалмайтын сабалақ жүндес иті бар. Ол итіне еркелетіп қойған сабалақ деген аты да ерекше. Қайда барса да сабалақты соңынан ілестіретін. Ел жұртқа көзін сатып, бір тілім нан үшін олардың есік терезесін тықылдатып, қағып тұрғанда да ол шалдың сабалағы анадай жерде қайқы құйрығын үздіксіз болғаңдатып, өзіне арналған үлесін тағатсыздана күтетін. Осыны көрген көршілер оған, әй бейшара-ай, ілініп салынып итшілеп жүргенде ит асырағаның не тең, деп жандары ашығансып, мүсіркеп айтып қалса, тіленші қария солардың ұсынған адал асын алмай, теріс айналып жөнімен кететін. Қайыршы шалға жан адаммен тілдеспейтін, томаға тұйық мінез біткен. Кей-кейде бірен-саран көршілеріне ауыз ашады демесең, көп күндерін үнсіздікпен өткеретін еді. Ақ түтегі ұйтқып, ақ бораны ұлып соғатын қыстыгүні қайыршы шал қолындағы таяғымен оны-мұны түрткілеп, күртік қарға малтығып, көрші қолаңның ауласын аралаумен жүретін. Өңменіңнен өтетін аязда қасынан қалмайтын сабалағы оның аяғына оратылып, суық желдің ызғарынан ығып, қожайынның ынтыған бойы сүмеңдеп, соңынан еруін қоймайтын. Сол сәттерде сабалақтың көздерінен сен екеуміз ешкімге керексіз, жалғыз жарым жандармыз дегенді тіленші қария тілсіз түсінетін. Түсінген соң оған, сабалақ, сен мына мендей қорғансыз қартты айдалаға тастап кете көрме, деп жалынғандай болып дауыстап сөйлеп қоятын. Қарынның қамымен біраз жерді шарлағаннан кейін моладан арман азығып тұрған жан адамның жанарына қошарқау көрінетін көнетоздау үйіне оралатын. Кеше-кештен бері қоламтасы күлге айналған пешке от тұтатуға әрекеттеніп, бұрыш-бұрышты тіміскілеп, оны-мұны іздеген болады да, шыға берісте алақ-жұлақ етіп қарап тұрған сабалағына тіл қататын. Отын әкеліп, от жағу керек. Суық үй әбден берекесіз болып кетеді екен, дейтінде сабалағын ертіп, отын теріп орман аралайтын. Бір құшақ отынды мықшыңдап көтеріп жеткізіп, лашығына сүріне қабына келіп жығылатын. Аз-маз жантайып, артынша аунақшып, қайтадан тұратын. Төсегінің тұсына сабалағын шақырып алып, оған өзінің өткен өмірін әңгімелеп, көкірегіне толған шерін ақтаратын. Кеудесін кере күрсініп алып, тағы да итіне, сен сабалақ ит, жағыңды ашып жауап берсең, саған мен мына мұрнымды кесіп берейін. Бірақ сенің көздерің сөйлеп отыр, білемін, сен бәрін де ұғасың дейтін еді де, жүзіне жылы шырайын етін. Ақ бұрқақ боранның арты, түкірігің жерге түспейтін шыңылғыр аязға ұласып, қаһарлы қыстың қысымы не дәуір бәсеңдеді. Бір күн киіз, бір күн мүйіз дейтін шақ еді бұл. Үй шатырындағы қар әлсін-әлсін еріп, мөп-мөлдір тамшыға айналып жатыр. Осы көрініске куә болған қайыршы шал көңілденіп, итіне сөйлейді. Сабалақ, сен екеуміз көктемге де жетерміз. Шамалы күндерден кейін көп күттермей-ақ көктем келді. Күн сәулесі шақырайып түскен сәт. Жыл-жылғалар жанып бітіп, айналасы күміс қоңыраудай сәнге бөленіп, сыңғырлап, бұлақ ағып жатты. Алба-жұлбасы шығып, денесінің әр-әр жерінен түсіп жатқан қойдың жабағы жүніндей, даланың кейбір тұсында қарайып жер көрінсе, кейбір жерінде қар жататын еді. Маңайдағы ағаштарға біткен бүршіктер хош иісі даланы кернеп кетті. Дәл осы күндерде көктемнің алғашқы бір суық, бір ыстығында қарияға кесел жабысты. Белі шойырылып, екі аяғынан әл қашып, кеудесіне күрк-күрк еткен жөтеленіп, аяқ астынан айықпас дертке ұрынды. Жердің бауыры тез жылыды ма, қыс бойғы толассыз жауған қалың қар түгелдей дерлік еріп, жер беті кеуіп болғанды. Терезенің қақ алдындағы үйеңкі ағаш жапырағын жайған мезгіл. Ошағынан оқта текте шығатын қайыршы шал
тіптен басын көтере алмай төсек тартып жатты. Ескі әдетіне салып, бойындағы бар қуатын шақырып, үйдің ішінде өзіне ес болып жүрген Сабалағына үн қатты. Сабалақ, мен құдайсыз сөйлеппін. Тым ерте болжап қойыппыз ғой. Енді міне, көрмеймісің, ажал деген аждаханның аранына ұрынып тұрмын. Көзіме қай-қайдағы түсініксіз бірдеңелер елестей береді. Бәлкім ажал деген осы шығар. Ауру меңдеп қаусаған дене бір жолата қозғалсыз қалды. Ажал сағаты соғар сәттің таяулығын сезгендей, Сабалақ та ауашаға ұзамай барып алды. Қарт та бәрін сезіп ақ жатыр. Сезеді де Сабалағын құшақтап қатты өксіп жылайды. Мына безбүйрек адамдардың арасында сені қалай қиып кетемін? Ей, Сабалақ-ау, өмір бойы жаныма жолдас еткенем. Енді қарашы, ажал келіп екеумізді екі жаққа айырмақшы. Жүрегім бір қолайсыздықты сезеді. Қош бол, Сабалағым менің. Өзіңнің бейбақ досыңды есіңнен еш уақытта шығарма, деді де итінің басын жүрек тұсына қарай басты. Кірпігі ең соңғы рет дір етті де жаны көкке қарай ұша жөнелді. Иттің бас сүйегі қатты қысып кеткен қолдарының бір мезетте сылқ етіп жерге түскенде шалдың жансыз тәнін иіскелеп арлы-берлі жүрген Сабалақ ит бебеулете ұлы болып жіберді. Бірер күннен кейін тіршілік нышаны білінбей қалған соң көршілері күңкілдесіп жүріп, Тілемсек қарттың үйіне келді. Жабық жатқан есікті бұзып, ішке ентелей бас сұқты. Артынша қолқаны жарған жеркенішті иістен безіп, далаға ытқып-ытқып бір-ақ шықты. Төсекте жатқан өліктің шіруге айналған кезі ол. Тіленші қарттың төңірегінде тұратын көршілері оның мәйітін жуып-шайып, табытқа салып, шіркеуге апара жатқанда Сабалақ ит олардың соңынан қалмай жүріп алды. Сабалақтың ұнамсыз әрекеті олардың ызасын келтірді. Ел ол итті шіркеу тұрмақ, оның ауласына кіргізбей қуып, қолына түскен затпен ұрып әлекке түсті. Тұщы етіне ащы таяқ өтсе де, Сабалақ ит қаралы жиынның артынан жалбаңдап қалмай қойды. Ешкімге ешқашан керексіз болған қайшы шалдың қазасының үстінде ешбір адам көзінен бір тамшы жас үзген жоқ. Жөн білетіндер оны зиратқа келіп жерледі де бет-бетімен тарап кетті. Қайшы шал қыр басында өзінің тірі күніндегідей оқшау, жападан жалғыз көрінетін төмпешік болып қала берді. Жас қабірдің басында тұмсығын көкке қадап Сабалақ ұлып отыр. Қабірді тырмалап тұрып ұлиды. Шартарапты мұңлы зар басқан. Өзінің қожайынын тас қараңғы көрден ашып алғысы келіп, жан таласып, жас топырақты тәуір тырмалады. Ескі досының қасына бірге жатқысы келгендей, бойындағы бар күшін жиып, ең соңғы рет ықшынып тырысып бақты. Онысынан ештеңе шықпаған соң, әл дәрмені бітіп, сілесі қатып, әбден діңкеледі де қалды. Сол шалыққан күйінде сұлап жатып өліп кетті. Қабірдің бетінде қалың шөп қаулап өсіп кеткен. Сыбдыр-сыбдыр, сыбдыр-сыбдыр сыр шертеді. Қайыршы шал мен оның ит екеуінің арасындағы достық елге аңыз боп жайылды. Ақ қайыңның бұтағына қонып алған көкек құс тас қабірге қарай тұмсығын бұрып шақырып отыр. Ал тыңдарман, бүгінге осы аңыз әңгімеміз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Бұл біз үшін үлкен қолдау.